Бүгінгі сабақта біз гиперсілтемелер туралы сөйлесетін боламыз және қалай сайтқа аудионы кірістіретінін үйренеміз. Жалпы гиперсілтеме мен аудио не үшін қажет? Гиперсілтеме жалпы басқа сайтқа өту үшін қолданылады. Ол гиперсілтеме дегеніміз енді орысша айтқанымызда ол гиперссылки. Ал аудио ол әрине қандай да бір мысалға келтіретін болсақ, кітап сайты болса, бұл жақта аудио не үшін қажет десеңіздер, дыбыстап оқылған кітап үшін қажет болуы мүмкін. Музыка сайты болса, музыка аудиосы болуы мүмкін. Сондықтан аудионы қолданылатын көптеген мысалдар, амалдар, сайттар бар. Гиперссылка қандай тегпен жазылады? Гиперссылкаға бізде А тегі жазылады. Бұл бізде гиперссылканың тегі болады. Және бұған тегтен өту үшін бізге сол адрестің сілтемесі қажет. Бұл қалай жазылады? Бізде href несі қолданылады, атрибуты. Және бізге сол адрестің өзінің сілтемесі қажет. Мысалға бізде мына жерде бізде BMW туралы тарихы жазылған, сондықтан мен сол Википедияның несін алып, адресін осы гиперсілтемеге қойып кетемін. Және бұны копировать етсем, мына жерге қайтадан P тегін қосам. Қазір мына жерге қайтадан P тегін қосам. Дерек көз дейікші. Дерек көз деймізді, жаңағына вставить етіп қойып жібереміз. Бұл тек мынау P тегінің іште тұрғаны қойшы дым кедергі келтірмейді. Сол үшін біз мына жерге анықтама үшін дерек көз толық ақпарат дейміз. Ctrl-S сохранить және сайтқа кіреміз. Обновить дерек көз толық ақпарат деген шықпады. Өткені біз мына жерге жазуымыз қажет. Мына жерге тастап кетіппіз. Ctrl-S енді шығады. Сондықтан осы жерде ешқандай қате кетпесін. Аның ішінде қандай да бір сөз тұру керек, себебі біз сол үстін басып, сол ақпаратқа өтуіміз қажет. Сайтымызға қайтадан оралайық. Енді аудио туралы айта кетсек, аудиоға бізге аудио контрол деген тегпен атрибут қолданылады. Және бұл негізінде осы суретке ұқсас, жалпы бүкіл ставка дейді орысша айтқанда. Соның бәрі ұқсас. Сондықтан бұл жерге бізде source skr сосын бағанағыдай бізде мына жерге мысалға мен интернеттен уже алдын ала жазып болғам. Сол сайттың папкасына файлымызды саламыз. Сосын сол кодтың ішіне оны жазған кезімізде mp3 деп шығады. Сосын бүйтіп жауып қоямыз. Содан кейін бізде сайтымызды обновить еткеннен кейін бұл жерге аудиомыз шығу қажет. Бұл жерде бүкіл функция бар, даже скорость произведения бар екен. Кнопкасы бар, бүйтіп қозғалтуға болады. Қозғалтуға болады екен. Осылайша бүгінгі сабақта біз қалай гиперссылканы қою керек екенін үйрендік және қалай аудионы қою керек екенін үйрендік.